Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде видеореакция топ-10 Разиюша мен Абилова Мерей қазір топта тұрған видеолардың бірі. Соған реакция түсіретін боламыз. Бірге қарайтын боламыз. Кеттік. Бүгін бізде қонақта Мерей. Мерей, қалайсың? Настроение, сердцебиение. Привет. Қорқып тұрсың ба? Таныс қояйық. Я, мы, кстати, не знаком. Мерей, Разия. Бір жерде жүрсек те таныспапты ғой. Почему-то. Я почему-то, да, мы не знакомились, почему-то неге. Қалайсың вообще? Как у тебя последнее время хейтинг көп кетті? Из-за чего? Вообще необоснованно, если честно. Алмата деген нәрсе тиісіп жатқаны маған необоснованно болды. Именно сол нәрсе маған необоснованно хейт болды. Қалғандары Обоснованный. Именно сол необоснованный. Неге именно Алмата деген сөзге тиісіп қалды? Вроде обычный сөз. Білмеймін, десетін басқа нәрсе болды. Слишком идеально еді. Бүгін қысқа екепсің ба? Вот осыны айтып кетейінші. Негізі адам бірдеңе айтпас бұрын аузына ие болу керек екен шынымен де. Әрбір аузында шыққан сөзге тиісіп жатыр да. Енді көпшілікте жүргеннен кейін не айттың соған сай болу керек, бірақ енді кішкентай болды ол кезде. Ол передачада 15-те болған мысалы, да? И вот реально ол кезде папамыз рұқсат бермейтін. Өйткені кішкентай болғаннан кейін, ал қазір деген өстік, и типа сами. Ну да, по идее, мне кажется, у человека не то, что каждый год, каждый день мнение ауысады, да? Сен біздің программаны көрдің ба вообще? Жүгіністің көрдім, қандай болған. Десе, тұрар талы күшті әңгіме қарайды. Ладно, мы к этому еще придем. На 10-м месте у нас Алтынай Жолдыбаева «Я хотела» деген өлең. Ты вообще слушаешь наших казахстанских певцов? Әрине. Кім тыңдайсың? Тұрардан басқа. Көп қой, почти барлығын тыңдаймын. Алтынай Жолдыбаева тыңдайсың ба? Бір өлең білетін сияқтымын. Бір орысша өлең. Идеальный ответ, родной. Мен білем, но не помню. Енді жетті. Мен Камшат Жолдыбаева деп отырдым, да? Қойшы. Мен Алтынай дедім ғой. Оған сәл кешірсек нормально. Мы сегодня не тупим, бәрі жақсы жүре ма? Не переживай. Это нормально. Нормально ма? Кстати, бірінші әнің құтты болсын. Ты сама написала песню? Сөзім бе? Жоқ. Мен оның қасиетін жоқ ойлай шығарады. Мен айтатын заты. Я, кстати, хотела тебе сказать, алдында мен сторисіңді көргем сен насчет бәрі фанерамен айтты, кроме Тұрар мен Садайдин деп айттым. Раз говорит, ну, многие, по идее, пели вживую деп. Просто маған сол жақтың организаторын Тұрар маған айтты да, то, что екеуі ғана жан дауыспен айтты деп. Мен сөйтіп ойладым шынымен де. Ты там не слышала? Нет, реально маған біреу айтты да, солай, то, что солай айтты деп. Мен сөйткен сөйтіп ойладым. Бірақ та на самом деле, ну, ты можешь сейчас сказать на самом деле, например, вдруг Райымның бір обидасы бар. Райым аға деп. Райым аға кешіріңіз. Байқамай қалды. Просто минуспен айтты, просто басындағы жерлерін ғана плюспен, ну, типа жануспен потом. Нет, у них так получается, как я поняла, они вставляют плюс и үстінен включенный микрофон айтады, типа условия. Тоғызыншы орында бізде Ирина Кайратовна MVP деген өлең. Ирина Кайратовна тыңдайсың ба? MVP. Обожаю. MVP. Я вначале вообще түсінбейтін олардың клиптарын. Настолько тупая была. Потом андай көретінмін видео. В чем смысл их клипа? Деп соны көрем, түсінем, потом обратно клипті көрем и такая. Екінші өлең қашан? Жоқ, галочка қашан? Неше оңай емес. Вообще мен ойлаптым галочка. Серьезно? Я думала, и то өлең деген әншіге бір өлең жазғаннан галочка бере салмайды, хотя бы бір 5-6 өлеңі болу керек. 5-6 өлең қашан шығады? Мне кажется, білмеймін даже. Байға тиіп кетпесем. Я, кстати, видела еще интервью ТикТокта деген. Бәрінде осы тема. Байға тиіп кетпесем, бәрі болады. Кім айтты ғой? Тұрар айтты ғой, 19 Атам байға шығам, көреміз енді ағай. Оты байға тиіп кеткеннен кейін уже кедергі тұрады сияқты алдында болмайды уже. Істеге алмайды, ана істеге алмайды, мына істеге алмайды. Байға тидің бе бітті. Үйде отырасың, тамақ пісіресің, мапа қарайсың, бала туасың, тамақ пісіресің. Күнделік тіршілікті, бірақ қазірде бізде де күнделік тіршілік қой, бірақ біз тек мапамыздың еркелеп қасынарында тәп жүрміз. Ал ояқта уже күйеуінен сұрайсың,
ата енеңнен сұрайсың, сосын барып не істейсің. И там родственники келін ғой деп қарайды, кішкене тыйып жүресің, бүйтіп жүресің бүйтіп. Сен алып кетемін деп. Вообще айтсам ғой, типа, прикол. А вы встречались? Жамба, родной, жамба! Мен оны комментировать еткім келеді вообще. Нет, айта берсей, что такого в том, что вы, например, встречались? Ты же... Ну, если бір адамдар болады отношения, ол адам өзінің өмірін сегіз келмейді, айтып Кей-поп. Сен алмайсың ба? Антион ұнайды. Маған антион кей-поп па? Иә. Сен Иглсың ба деп андайды. Мен прям фанат емеспін, бірақ ұнайды. Что нового, что интересного, не болады. Сколько там у тебя прослушиваний, кстати? Мен қарамадым, алақтырға қарамадым. Да? Алақтыр қарамадым. Что это, нанырсың? По идее, кстати, мен айтайын дегем, мен Шахризадан білесің ғой сен? Я ей писала, да, я ей писала, типа, блин, что-то Абилова қатты хейт кеватыр. Не, мне было жалко в натуре. Ну, типа, я ее недолюбливаю, честно, как блогера, потому что... Нет, а что, битметый, да? Это давай... Иә, бетмет. Да, я типа... Лучше бетмет. Ты мне как блогер не нравишься, честно. Сен маған ұнайсың как блогер. Правда? Это так не мило здесь. Реально? Вот, честно. Может, ты в жизни другая, не знаю. Просто в Инстаграме именно, в сторис как-то видно. Ашыла ба? Это будто какая-то фальшь. Фальш дегенде, фальш емес, просто ашыла алмаймын. Публикаға. Ну, возможно, ол неден де шарт, біраз саламын да, мысалы, біраз салам, мен мама айтады, типа, қуасым еп салма деген секілді. Типа, тебе запрещают? Өзіңді жақсы қылып көрсет деген секілді ше. Нет, ну, типа, это же твоя жизнь, по идее, мен кеше сол туралы айтқам. Ну, нормально. Өзім де андай адам ғой, типа, кішкене закрытая, по идее. Көп барын сөйлеймін, сондықтан да жоқ. Өте қатты жақсы көремін аудиториямды. Сондықтан да когда айта салайын деген. Реально қолдайтын адамдар көп па? Көп. Я, короче, написала Шахе, типа, вот, что-то Мобилова не бывает, что-то жалко стало. Потом я захожу в ТикТок и вижу, ты такая, типа, спасибо хейтерам, вы делаете мои прослушивания. Типа, я думаю, да, ей нравится ее хейт, а в целом вообще нет. Жоқ, енді ол болып қойған нәрсе да, мысалы, мен оны бір жағына сынақ деп те қараймын, типа, значит, болу керек, значит, арты қайыры бар по-любому. Зачем оған загоняться, типа, ойбай, болды, мені Алматыда деп істеп жатыр. Бүркіт, жылтыр көйлек, Ульян. Он же вживую көйлек. Диванды дете бергенде. Не, просто я просто хочу, чтобы ты разъяснилась в этой ситуации, ну как-то. Кешірім сұрайын, бүркіт Райым аға, мне кажется, кешіреді, өйткені, типа... Я же не знала, дейсің. Да, я же не знала, и... Енді Райым говори, енді... Бір сестренкаларыңыз кешіреді. Тұрар айтты ғой саған. Тұрар, зачем ты так сказал? Қараш, кішкентай қызды заблуждениеға апарып, енді оған ағалар ренжіп жатыр. Ол не істейді, ну... Тұрар! Егер қосты вообще. Тұрар, сен кінәлісің. Не, менде Тұрарға обидам бар, из-за этого до конца Тұрарға тисем. Там вообще приглашение жүрген жоқ па? Келді. Вообще ужасно, да? Не зря он твой бывший. Смешной сет вообще. Может, сен айтқан шығарсың? Мен айтсам айтайын ба? Сол кезде, типа, керек емес деп. Мен табуға барғанмын. Мен вообще не емеспін, типа, саған нормально қараймын, реально. Бірақ та сенікі дұрыс емес та, то, что сен басында бізді не істедің ғой, типа, Аружанды жамандап. И как бы, мен сол кезде кішкентаймын ғой, қанша 2-3 жыл бұрын ба? Я не помню, когда это было. И бізде мынандай ой болды да, давай ол бізді не істеп жатыр, біз оны типа ешқандай реакция бермейміз, салмаймыз. Возможно, ол сол үшін істеп жатыр, что біз оны салу үшін. Да, я мечтала. Нет, біз сөйтіп ойладық, өйткені ол кезде реально сен, біздің подписчигіміз көбірек болатын сенен ше. Нет, да, и сейчас вот подписчиков много, но если честно сказать, то у меня статистика побольше. Где больше 20. Жарайды, молодец. Я, если честно, позвала тебя, я не хотела тебя трогать, решить, что я вот максимально пытаюсь, типа, Мария, Вержахса, ты классная, классно, все будет хорошо. Реально, у тебя слишком много хейта, я хотела, чтобы ты пришла, программа келіп, разъяснилась, типа, реально, став қойыңдаршы ондайды. Я хорошая, я такая, вообще. Необоснованный хейт кетіп жатыр саған. До этого я считаю обоснованный, типа, например, айтайын ба бәрін десе. Очень много хейта на тебя идет, например, из-за того, что всем фанерами найти бір тойда өлеңді. Хотя вы говорите, что это ваши песни, короче. Это бір Венера деген қыздың. Венера емес ол? Вы когда мы скачали песни? Мен білмеймін ол өлең қайдан шыққанын, бірақ та біз, иә. Ну вот, типа, чтобы ты по факту говорила, да, это было. Ну, бізде сол ғана өлең болды, но қалған өлеңдер өзіміз болды. Гивы, то, что вы кидаете на подарки, например, все такое. Очень много, например, девочек писали. Вот конкретно разъясни, нет, такого не было. Ол жерде мынандай болған ситуация, мен когда гиф істедім, и то мен 3-4 рет аз істедім, аз гарантия істегенмін, но істедім реально. И сол кезде мен отчет салам, и
и бір отчет екі рет салып Я кетеді. екі рет салынады. Бір нәрсені Но екі рет это салып не жіберу один мүмкін раз ғой. было просто. Бір-ақ рет болды сол менде ситуация бірақ бірақ иә Мгм. тиктокқа тарады и типа все өтірік деп шықты, хотя ол просто Именно бірақ ситуация была. иә и ол нечаянно болған нәрсе да. А так все честно у Я? тебя было. Иә, Точно. иә Отвечай. иә отвечаю гифтер айтып кететін болсам әр адам өз несіне қарай совестіне қарай істейді ғой. Сейчас тоже не делаешь, да? Нет. Реально ол кезде ұнамайды маған істеген ше прям ұнамайды да ол нәрсе істеген. Ну енді Надо. бір нәрсе үшін істейсің да. Ақша үшін как есть говори, что такого? Не, если честно, ну, с Гивом Да, очень много деньги. зарабатывают. Ну енді мен 20К істесем маған примерно бір жарым Миллион, да? иә. Как твоя реклама же, в принципе, нет? В принципе иә мысалы қазір гифті қойдым ғой иә и реклама көбірек келіп жатыр да и еще брендтерден и как бы Да, да, по-любому Ну, это к лучшему. иә видишь. к лучшему. Так что Гив ол жаман көрдіңдер ма? Инки тату деген өлең сен білетін шығарсың оны? Тату на теле, білесің ба? Ночью в отеле. Наконец хоть кто-то знает, он в ТикТоке же такой популярный. да? ұнайды өлең маған. тиктокта популярны, бірақ я не знала, именно казахский исполнитель исполняет эту песню. Күшті. Қазір көп танымал болып жатыр жастар, әсіресе жастардың арасында өнерлі барлығы. Так держать. Таңғалып отырмын, прям күшті. Өнерлі адамдар көп бірақ өздерінің адамдарын өздері түсіріп тастайды да мысалы как Димаш Адлет. Қазақстан. Димаш Адлет? Ой, менің ойымда Димаш Адлет жүр. Айтып қойын десе. Димаш Құдайбергенов. Димаш Адлет, ну ты все равно красавчик. Красавчик. Димаш Адлет, Димаш Құдайбергенов. Бірақ мне кажется, слишком идеальный. Ну, Кім? Димаш Адлет. Это музыкальный канал родной. Ладно, Димаш Құдайбергенов слишком идеальный сияқты маған. Как она переобулась за секунду. На пятом месте у нас еңлік доп-домалап деген Иә, өлең. күшті. Әлі Болашағы топта. бар қыз деп ойлаймын. Да. Ұзаққа баратындай. Кстати, мен еңлікті көргем недавно, она мне сказала, скоро будут треки, ждите, так что еңлік, мы ждем от тебя новый хит. Делай. Делай. Сен қашан жазасың келесі хитті? Біздің гаккуға шығатында... Че смеешься? Нет, просто хит. Хит жазамаймын деп ойлайсың ба? Сен жазбайсың ғой өлеңді? Мен ақша төлеймін ғой. Ақшасын беретмеймін ғой, как бы. Это значит, мен жазамын десе? Ну, если честно, ше, мен прям әнші боламын деп өйтіп ойламаймын да. Просто мынандай возможность тұрған кезде, почему бы не попробовать өзімді басқа жақтан деп ойлаймын да. И сол үшін. Мен бүйтіп отырсам, кім асырайды, типа, отбасымды. Не, вы же нормально, типа, живете, нет? Ну, у вас там. Ну, смотри, бізде қазір папа пенсионер, істемейді. Мама қазір, типа, бізде той болды ғой, карантиннен кейін той болмай қалды ғой. Содан кейін жұмыс болған жоқ. И, На тебе, да? всё? конечно, Молодец, реально. Вот за это. бізде тараздағы үйге қарап не істесеңдер, ойламай қойыңдар, біз оның кредитін 5 жыл жаққанбыз. Нифига. Вот хоть где-то ты это сказала, а то все думают, ты такая байдың қызы құтырып кеткен. Мама, енді күнде гүл шығады, я үстің оңнан ептеледі, үстің оңалап, қалада жүреді балын доп-домалап, я доп-домалап. Так, следующее у нас 4-е место. Күшті енді әнші. Саған ұнайды шығар. Кім деп ойлайсың? Тұрар еще саған Ұнайды, ұнаған иә? өлеңі. А, кстати, там на обложке же ты, да? Шашын кәдімгі цветтерін көрейік деп бакана деп. Сол андыпшы ерлер. Андып дегенде, это же очевидно. Оны кәдімгідей қажеті жоқ қой оның. Тұрар ұнайды, әндер ұнайды. Есіне мың көріп десе. Бұл ана өлең емес, монстр емес пе? Жоқ, сені жіберем деген өлеңі. Сол, Сен кешір менен, сені жіберем. Қайғыдан басқа саған не берем. Күшті өлең. Жыламады, че? Можешь салатқа жоқ? Көзі мұңға толы букет, мөлдіреп. Әнші ретінде ұнайды, конечно.
құрметтеймін. Қазір де маған поддержкасын береді. Мысалы, ән жазсам да, анау келші деген өлеңді сол жазып берген. А, серьезно? Да, 1 жыл бұрын сол жазып берген. Концертке де, по идее, соның арқасынан шықты. Мен, типа, Не, Алмата, это типа, ну, Алмата, Алмата, а что такое? Я только... Тарас. Нет, Нормально? Алмата, а что такое? Я не поняла. Нет, мне кажется, больше хейт пошел, потому что всем монтаж дедом вроде ол видео, да? Сөзін жаттаман. Видос? Өтірік. Ну, типа, Это монтаж, да? и вообще сөзін ұмыту деген вообще болған жоқ. Ну, типа, либо монтаж, либо анау электроэкран по-любому кішкене кішірек көрсетеді ғой, и содан кейін солай болып қалған шығар. Просто, знаешь, байқайсың ба, мені тиктокқа шығарғандар по-любому рекет етеді. Мен енді сені жіберейін, қайғыдан басқа саған не берейін, орныңды басқан ешкім жоқ, басымда ешкі сезім не деген. На 3-м месте Альфа, Сайфер деген өлең. Это тоже кей-поп. Здесь, кстати, оказывается, много молодых, талантливых ребят. Почему-то мы не слушаем. Өте көп. Я тыңдау керек үйге бар. Кстати, Кстати, Ахон, еман! Потолок, кстати, Ахон бар ғой? Вы же нормально? по идее, да, біз даже бір Египетке бірге барып келген, бір дастарханнан тамақ ішірген адамдармыз. Че, обидан бар ма Ахонға? Бар. Айт. Нет, бар, реально. өйткені Нама камерасы? просмотр үшін олай низко түсудің қажеті жоқ. Ол ойлайтын шығар, типа, бұл тренд ретінде түсіре салдым, но это не так. Он не объяснялся, не писал тебе? Нет, мне кажется, оған бәрібір. Не, Ахон, ты же мужик в натуре, зачем ты так? Ертең гиф істегенде Миреге жазып тұрман, сторис салып берші деп, спонсор жиналынбай жатыр. Кстати, я хотела тебя спросить толғанай туралы. Мен кеше көрген. Что айтып жатсың оны? Не, просто реально, нет. Нет, просто ол әдейі істейді оның барлығы. Она специально делает, да, получается? Конечно. Ты сен талқын көрдің бе? Я сырғасына дейін бірдей болды ғой, просто я такая, типа... Просто басында елдер ойлайтын, реально, типа, Мирей үшін не істейсің, ол бірдей болып қалған шығар деген секілді ше. Мен бірақ басынан көрдім да, то, что мен просто 2018-ден көреді екен Инстаграм көрген кезде. Серьезно? Әп-әдемі жап-жақсы қыздар негізі ше. Просто ұзаққа бармайсың ондай нәрсемен. Реально, сөніп қалады ондай көбінесе ше. Лучше өзің бір нәрсені придумать, лучше өзінің мнение болсын, өзінің стилің болсын, өзінің ойың болсын. Когда жаңағы обрезали же это видео, Алмата деп салды ғой, и ол реально тренд сияқты болып кетті. Прям очень многие начали снимать по этот звук. Славе. Да, какая вот у тебя реакция была? Басында реально бір жоғам обидно болды. Мен ойбай деп, мен тас жүрекпін, дым чувствовать еткен жоқпын, айта алмаймын. Конечно, обидно болды. Потом жайлап осознанность келе бастады. Болды, значит, болды. Не істеймін енді. Значит, солай болу керек. И қазір, мне кажется, мен вообще көп адам танитын сияқты болып кеткен, вот реально. Жанымнан қайын, тек саған айтайын, ұғынсаң қасыңда боламын әрдайым. Өмірімде болған адамның ең жақсы көретін өлеңінің бірі осы өлең. Қарап отырсаң, көріп отырсаң, мен сені әлі ұмытамын. Ойнайтын. Кейде ойлаймын да, қара жарық не үшін керек. Адамдан қорқатын кезге де жетті. Мынау тренд болып жатыр ғой. Соған түсірсей, кстати. Ойда бар негізі. И вот у нас на первом месте Зак Байыпкет деген. Ана жақта почти жартысын танымаймын ғой мен. Зак, ты чё? Сен айтып дедің ғой? Ерке Смахан. Ерке Смахандікі Зак емес. Ё-моё, кешірдім. Сонда екеуде шығып кеткен ба? Ребята, которые ее хейтят, это реально не образ, она реально тупит чуть-чуть. Пожалуйста, может, она переживает. Ты меня сондай айтып жатырмын ғой. Вообще, она как реально такая. Мен реально сөйтіп ойлап қалдым. Мен, аттарын жаттап жүр дейсің ба? Маған реально басқа адамдардың өмір қызық емес, сол үшін да. Найтилан қадымге болмайды, ол Найтилан ғой. Мен өлеңін білемін дедім, мен аттарын жаттап, олардың биографиясын білемін деп айтқан жоқпын. Мен бір рет көргем, Еркемен. Мен де Еркемен көрейін. Еркемен Закты. Екеуі күшті жарса, иә, прям. Еркемен Зак күшті жарса. Реально күшті жарса. Нет, реально күшті жарса. Зак емес кетші. Жарай, какая? Это был топ-10. Келесі кім болып келсін? Жазып кеттіңдер. Все, целую всех, пока. Все. Бітті. В общем, сол. Ұнады маған. Более кішкене мына эфирда Мирей ашылды деп ойлаймын. Осыдан кейін де байқауым бойынша хейт те азайды. Бірақтан хейттің бәрі Разияға кетіп қалды деп жатыр. Бірақ Разиямен де бір выпусты көрдім. Ешкімді өйтіп андай хейт дейтін нәрсені түсінбеймін да. Анау жаман, мынау жаман деп. Адам қателеседі, бәрі қателеседі деп аяқталды. Видеомыз пока. Ал маған видеоны редактор етіп